Келесі сабақ монтаж жасау шеберлігі. Түсірілген материалдардың кодировкасын жасап, сюжеттің текстін жазып болған соң, оны әрине монтаждау қажет. Ол жұмысты телеарнада монтаж инженерлері жасайды. Бірақ өзіңіз үшін үйреніп алу артық етпейді. Сонымен монтажды бастамас бұрын тексті алдын ала оқып алған қажет. Яғни бірнеше рет тексті оқып алу керек. Начитка арнайы дыбыс тұншықтырғыштары бар, яғни осындай арнайы бөлмелерде жасалады. Одан кейін ол сіз оққан дыбысыңызды, начиткаңызды монтаж маман тазалайды. Сосын сюжеттің рыбасын жасайды, яғни синхрондарын қойып, начиткаңызды қойып, оның үстін видеомен жабады. Телеарнада қанша болды істедіңіз? Телеарнада 5-ші жыл. Қандай программалар қолданылады телеарнада? Телеарна көбінесе мұнда бізде Final Cut-пен жұмыс істейміз. Final Cut-тың мен телевидениеге келгенде бірінші рет жасадым Final Cut-ты. Бұл телевидениеға дейін мен Edios-та, Premiere-де жұмыс істейтін. Premiere мен Final Cut-тың ұқсастығы бірдей. Горячий клавишалар бөлек болмағанда, бұлай немелер дизайны бірдей жұмыс істеуі, бәр программа бірдей жұмыс істейді, әр адамға өзінің ыңғайлылығына байланысты. Журналистерге монтаж мамандарының қоятын талабы бар ғой, соны айтыңыз. Иә, бізге талап қойылатын журналистерге монтажға келгенде дайындық келу керек. Мысалы, тайм-код, мысалы, сөйлейтін спикердің тайм-коды болу керек. Қай уақытта сөйлейтіні, кодировкасыз кіргізбейміз. Өйткені бұл іздеу бізге уақыт кетеді. Бұл бізде новостной деген бұл мысалы саған 6-та эфир болса бізде монтажға мысалы келу мүмкін сағат 6-ға 10 минут қалғанда. Сен ол айту мүмкін бірінші позиция. Сондықтан 10 минут ішінде біз бітіретін кездерім болады.